Бәріне сәлем, бұл менің алғашқы блогым, және бізде бүгін фотосессия болады. Қызықты күн болайын деп тұр. Сол сәтте өстіп блог түсірейін деп шештім YouTube каналыма. Фотосессия сағат 3:30-дарда болады. Қазір уақыт уже почти 1 болып қалды. Сол сәтте маған тезірек дайындалу қажет. Мен душ қабылдап алдым. Енді қазір өзіммен алып кетуге образдарды жинастырып дайындайтын болам. Одан кейін макияж жасау қажет. Қысқасы, мен уже жиналып болдым. Қазір енді макияж жасау қажет. Мен образ заттардың бәрін салып қойдым, киімдерді түптеп, бәрін жинақтап қойдым. Ешнәрсе ұмытпадым деген ойдамын. Аксессуарлар, соның бәрін алған болатынмын. И қазір енді макияж жасау қажет. Кішігірім тени, сондай заттар жағатын шығармын, кірпігімді бояп. Оны бірақ барғасын істейтін боламын. Осылай бар болғаннан бетіммен тон жақтым да, ерімді боядым, и все. Маяқтан да айна бар. И мен осы жерде уже макияж жасап алдым. Фотосессиядан шыққан нәтиженің бәрін инстаграмыма салатын боламын. Сол сәтте инстаграмға тіркеліп қойыңыздар. Өте көп образдармен түсіп жатыр. Так, біз уже түсіп болдық. Қазір жиналып шығайын деп жатырмыз. Маған ұнады осы жер, кәдімгі локациялары күшті екен. Короче, көңілім толды бәріне. Осы локация прям ғарыш болып қалдым. Шынымен де әдемі ғой. Біз уже фотосессия болдық. Мен образымды ауыстырып тастадым. Мүмкін қазір далада жақсы локациялар болса, сол жерде түсетін шығармын. Маяқта аяжан түскісі келіп бара жатыр. Үші осындай екен, ғой кәдімгідей. Маған кәдімгі ұнап қалды. Осы күшті жүрміз енді. Егерде осынасында қызыл түсті болып тұрған тіркелу деген болса, соны сұр түске басып, айналдырып, сөйтіп менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Бұл видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар деп қойайын ба. Қазір біз сол лифтті күтіп тұрмыз. Маяқтан ашылады қазір. Ашылғанын күтетін боламын. Все, наконец-то енді үйге қайтамыз. Танысып қойыңыздар, бұл Аружан, менің құрбым. Алдағы уақытта жалпы өте жиі болуы мүмкін менің блогтарымда. Немесе бірге видео түсіруіміз де мүмкін. Сол сәтте Кавказ танысып қойыңыздар. Нешедесің? 17-десің ғой да? 16. Ертең 17-ге толады уже 24 наурызда. Осындай бір күшті мақтар бар екен. Бермейміз, шақ бермейміз. Қалай береміз енді? Шын өздіп ойлауы мүмкін ғой. Енді лакшери емес. Мынау не екенін білмеймін, ішінде сыры бар. И пицца алдым. Сол, короче, тамақ жеп жатқандарға ас болсын. Наконец-то мен үйге келдім. Фотосессиядан құрбылармен фотосессия болған. Енді барынша барлық процессті түсіруге тырысқан болатын. Менің еңбегімді бағалап, лайк басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.